أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Бүкіл әлемді жоқтан бар еткен 18 ғаламды жаратқан Аллах Тағалаға мақтаулар болсын, және оның елшісі Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға салауаттар мен сәлемдер болсын. Бүгінгі айтатын уағызымыздың тақырыбы исламдағы орта жолды ұстану, ғибадаттағы орта жолды ұстану. Бұл өте өзекті мәселе, өйткені қазір жастарымыз көптеген жаңағы дінге бет бұрып жатыр, мешітке келіп жатыр, бірақ олардың ешқайсысы да жаңағы діни сауаттың төмендіктерінен кейде оңай дінімізді қиындатып, және асыл дінімізді өте жеңілдетіп алып жағдайлар бар. Міне оған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүкіл адамзатқа жаңағыдай дінге, ислам дінін ұстанушы мұсылмандарға исламда жаңағы ғибадаттағы орта жолды ұстануды жаңа көптеген хадистерде айтылған. Міне солардың бірі Анас радиаллаху анху жаа саласату рахбатин иля буютин азважин наби саллаллаху алейхи вассалам ясалуна ан ибадати наби саллаллаху алейхи вассалам. Бірде Анас радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүкіл әлемге жаңағы мәшһүр ата мәшһүр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көруге көптеген адамдар жаңа мұқтаж еді, көргісі келетін еді. Тіптен ислам дінін қабылдаған адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйелдердің үйіне бір күні бір 3 кісі келді дейді. Яғни пайғамбарымыздың қалай құлшылық жасайды, пайғамбарымыз жөнінде білгісі келіп, әйелдердің үйін біріне келді дейді. فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم. Сол кезде оларға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ғибадаты жөнінде естірткен кезде, білдірткен кезде олар бір-бірлерінің арасында жаңа сөйлесе бастады, яғни бір-бірлерімен әңгімелесе бастады. قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Сосын олар айтты дейді. Тіптен ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біз қандай үмбетіміз ол кісінің алдыңғы жасаған қателік күнәлары, жасайтын қателік күнәларын бәрі кешірген, оның ғибадаттары осындай деп бір-бірлерінің арасында жаңа әңгіме айтты дейді. Aqala ahaduhum ama ana fa usalli al-layla abadan wa qala al-akharu wa ana asumu ad-dahra abadan wa la uftiru wa qala al-akharu wa ana a'tazilu an-nisaa fa la atazawwaju abadan. Сөйтіп ол 3 кісінің бірі бүйтіп айтты. Мен түні бойы жаңағы түнгі тахажжуд намазын оқимын, үзбей әр күні оқимын деп өзіне бір жүктеп алды. Яғни пайғамбарымыздың қалай құлшылық ғибадат ететінін біліп отырып, содан кейін өзін жаңағы өз-өзіне бір жеңіл дінді ұстап жүрген секілді сезініп, сондай бір түні бойы күнделікті үзбей мен тахажжуд намазын оқимын деп айтты. Одан кейін екіншісі айтты, мен жыл бойы тоқтамай ораза ұстаймын деді. Яғни күнде үздіксіз ораза ұстаймын деп өзіне уәде беріп жатыр. Одан кейінгісі тіптен мен ешқашан әйел затына жоламаймын, ешқашан үйленбеймін деп айтты. Фажаа Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам илейхим фақала аантумул лазина қултум када ва када. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы кісілерге келді де, сендерсіңдер ме, ол пәлен түген деп айтқан осы сендерсіңдер ме деп олардан сұрады. Сөйтті де пайғамбарымыз оларға былай деп айтты. Ама валлахи инни ла ахшакум лиллахи ва атқахум лаху лакинни асуму ва уфтиру ва усалли ва арқуду ва атазавважу ниса фаман рағиба ан суннати фалайса минни. Пайғамбарымыз осы хадисінің жалғасында айтады, мен сендерге қарағанда Құдайдан қорқушырағы, тақуарағымын дейді. Құдайдан келген бүкіл, енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жай адамдарға қарағанда оған жаңа вахи келді, оған түрлі мұғжизалар берілді. Сол үшін ол айтып жатыр, мен сендерге қарағанда Құдайға мен жақынмын, тақуамын деп. Бірақ дейді, ол кісі айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мен дейді ораза ұстаймын дейді, және басқа күндері демаламын дейді. Және де намаз оқимын, шаршаған кезде демаламын дейді. Және де әйелдерге үйленемін дейді. Кімде-кім менің сүннетімнен басқа бір нәрсеге қызығатын болса, ол онда менің үмметімнен емес дейді. Бұл хадисте біз түсінетініміз, түйіндейтініміз, біздер қанша жерден өзіміз бір сауап екен, бірдеңке болады екен деп бір намаздар оқып, не болмаса оразаларын өзіміз ұстай беретін болсақ, не болмаса оңды солды жүріп бір ғибадаттарды ілімсіз, сауатсыз біз айналса беретін болсақ, әлбетте біз оның барлығы адасушылыққа алып барады. Оңай дінімізді жаңағыдай қатты ұстап, сондай бір жаңа қиындатып жіберуге апарады екен.
міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтып жатыр, кімде кім менің сүннетімнен бөлек бір нәрсеге қызығып соны орындап сол нәрсені жасайтын болса, онда мен үмметім болып есептелмейді деп жатыр. Яғни біз пайғамбарымыз істеген сол нәрсені, құптаған нәрселерді істеп, Аллах тағала парыз еткен амалдарды ғана орындап жүретін болсақ, әлбетте бізге оған өте көптеген сауаптар жаңағы болады екен бізге. Ал егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешқандай жасамаған сүннеті, парыз болған нәрсені өзімізге бір міндеттеп істейтін болсақ, біз оған сауап емес, керісінше бір дендегі жоқ нәрсені әкелген болып, керісінше бір күнә істерге, бір дұрыс емес, бір сүйкімсіз бір амалдарды орындаған болып қалады екенбіз. Әлбетте ислам діні өте жеңіл дін. Осы жеңіл дінді біз қатты ауырлату алмауымыз керек. Барынша жаңағы діни сауатымызды арттырып, мешіттерден, имамдардан сауатымызды ашуға ертерек асығуымыз керек. Аллах тағала осы естіп білгендерімізге амал етуді жазсын. Аллах тағала бәріміздің ақырымызды хайырлы етсін. Ахиру дауан анил хамдулиллахи роббил аламин.